Отойдите, пожалуйста. Вы препятствуете государственной службе. Ужас, ужас, смотрите, что делают, на силу толкают, на силу. Помогите! Военкомат! Армысыз көрермен, біз талқылайтын бүгінгі тақырып өте өзекті. Әсіресе жасы 18-ден енді асқан ер балалары бар ата-аналар экранға жақынырақ жайғасыңыздар. Өздеріңізде жиі байқап жүрген шығарсыздар. Соңғы кездері әлеуметтік желіде әскерге күштеп әкету үдеп барады. Жалпы әскери комитет жасөспірімді көшеде еркінен тыс құрықтауға құқылы ма? Жауапты министрлік не дейді? Қазақстанда қандай заңсыздықтар белең алуда? Тығырыққа тірелген тұрғындарға заңгерлер қандай кеңес береді? Жылаған шарасыз ана, жәутең деген бала, тәлкекке түскен тағдыр иелерін бүгінгі бағдарламада көрсетеміз. Камера өтіп қалды. 2025 жыл наурыз айының 1-нен бастап біздің елде көктемгі әскерге шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. Қазақстан қарулы күштеріне сарбаздар тапшыма, әйтеуір әлеуметтік желіде әскери комиссариат азаматтарды әскери бөлімшеге күштеп әкеткен видеолардан көз ашпайды. Мысалы, мына бейнеролик Шымкентте түсірілген. Ужас, ужас, смотрите, что делают, на силу толкают, на силу. Ужас. Мұндай оқиға таяуда Қостанайда да болған. Ғаламторда тараған видеоға зер салсақ, әскери комиссариат өкілдері кешкісін жұмыстан шыққан жас жігітті күштеп ұстағанын анық аңғаруға болады. Тіпті полиция қызметкерлері де жүр. Ойда жоқта тығырыққа тірелген тұрғынның жан дауысы шығады. Әскерге күштеп әкету бұрыннан қалыптасқан үрдіс. Тіпті жасөспірімдерді сырқатына қарамай сарбаздар сапына қосып жіберген сәттер де жоқ емес. Мәселен, мына жігіт қорқытып үркітудің құрбанына айналып, армияға мәжбүрлі түрде кеткенін ашық айтып отыр. Давай болды деп сендер газельге тығып жүрдің, не алып неше болып кеттіңдер? Бар болса да жоқ дегендер, ауырмаймын деп айта беріңдер деп айтты. Сөйтті ма? Сөйтіп сендер Кентауға алып келді. Мына бала осындай ауру бала, денсаулық жоқ, міне. Осылар үстіп, өтірік істеп жіберіп отыр армияға. Әскерге сапсау кетіп есінен адасып келген сарбаздар да көп біздің елде. 2021 жылы Ақтау қаласына отан алдындағы борышын өтеуге барған Қызылорда тұрғыны Ринат Жеткергенов мынадай жағдайда үйіне оралған. Денеме тесті ма? Я қатып кетіпті тісікше. Конкрет жоғар деп оралды. Қатардағы сарбаздардың сау кетіп мүгедек боп қайтқаны қаншама. Көпшілікке жақсы таныс әрі қоғамда үлкен резонанс тудырған Ербаян Мұхтар бұған дәлел. Оның 2023 жылы 4 желтоқсан күні түнде Алматыдағы ұлттық ұланның нөмір 55-71 бөліміндегі дәретханада құлап бас миының ашық жарақат алған айтылған. Бүгінде ол емделу үстінде, ал жас жігіттің қазіргі жағдайы осындай. Соңғы жылдары Қазақстан армиясындағы былықтарға қатысты мәселе көтерілсе, таяуда ғана қызметінен кеткен қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов еріксіз еске түседі. Өйткені атышулы шенеунік ылғи жұрттың сынына ілігіп, журналистермен жиі жанжалдасып қалатын. Журналистер өкпеледі ме? Журналистер емес, халық сол видеоды көріп сынап жатыр. Қазақтарда бір мақал бар. Өкпелесен көшіп кет. Дәл осындай болмысымен ел есінде қалған Руслан Жақсылықов қорғаныс министрі қызметінде 3 жылдан астам уақыт отырды. Оның тындырған оң тірліктерінен гөрі халық арасында тараған жағымсыз жаңалықтары көп. Руслан Жақсылықов қорғаныс министрлігін 2022 жылдың қаңтарынан бастап басқарды. Осы уақыт ішінде ол бірнеше рет сынға ұшыраған. Жұртшылық әскердегі тұрақты жазатайым оқиғаларға, зорлық, зомбылық пен суицидтің жиілеп кеткеніне наразы. Мәселен, ол қарулы күштерді басқарған жылдары армияда көз жұмды деген бір жауынгердің топырағы суымай жатып, екіншісі жан тапсырса, одан қалды дені сау сарбаздар есінен адасып, арбаға таңылып, мүгедектің күйін кешкен. Есесіне әлеуметтік желілерде және телеграм арналарында Жақсылықовтың жас келіншегі түскен музыкалық клипте әскери техника мен тікұшақтың қатысқаны қызу талқыланған еді. Жуырда ғана, яғни 8 маусым күні Тоқаев Руслан Жақсылықовты лауазымынан босатып, оның орнына жаңа қорғаныс министрі жайғасқанымен елдегі жағдай оңалған жоқ.
Баяғы жартас сол жартас. Әскерге көшеден күштеп әкету операциясы әлі де жалғасуда. Әсіресе колледж бен университет студенттерін кейде жасы жетсе де оқуда жүрген, әскери борышын заңды жолмен кейінге шегерілгендер де сол ұсталғандардың қатарынан табылып жатады. Мысалы, жақында қоғамдық резонанс тудырған оқиға бар. Назарбаев университетіне оқуға түскен жас жігітті 4 маусым күні көшеден күштеп әскерге алып кеткені жайлы анасы мен әпкесі әлеуметтік желі арқылы жанайқайын жеткізіп, қазнетте қызу талқыланған еді. Назарбаев зияткерлік мектебін тәмамдаған алматылық Нұрсұлтан Табынбай 140 балдан 133 жинап, Назарбаев университетіне грантқа түскен. Тіпті аталмыш жоғары оқу орнынан ресми түрде шақырту алып, оқуға түскені жайлы анықтамасы да қолында болған. Алайда ананың да, баланың да қуанышы ұзаққа созылмады. Расымен де күштеп алып кетті, өйткені қараңыз. Менің балам жаңа Астанада 1 жыл оқыды, фундейшнда оқыды, иә. Келді да үйге, сосын мен жаңағы 133 бал алдым, мама, мен оқуға түстім, мен грант иегерімін деп бізді қуантып үйде жүрген болатын. Содан бір күн түнде мен баламды таппай қалдым. Жоқ. Таң атқанша баламды безге қағып, көрінген жерден іздедім. Жан-жақтың бәріне хабарластым. Білет деген достарына хабарластым, ешқандай хабар жоқ. Ал өзіне жазсам, несі бармайды, телефонды көтермейді. Сосын әйтеуір таңды атырдық әрең дегенде уайымдай бастады. Мүмкін бір жерде біреу өлтіріп кеткен шығар, бір нәрсе, енді білмейміз ғой, түрлі жағдай болады, бұл үлкен Алматы ғой деп. Содан жан-жаққа сол кезде біреу айтты, жаңағы военкоматтан не келіп, 19-ға толған, жалпы енді военный прокуратурадан не келіп, жаңағы балдарды сабақ кетіп жатыр екен көшеден де. Сол кезде ойландық, мүмкін біздің бала алып кетті ма деп. Осы жаңағы нелердің бәріне бардық, 3-4-еуіне соқтық. Ешқайсысы менде жоқ, бізде спискте Табынбай Нұрсұлтан деген спискте жоқ деді. Із-түссіз жоғалған жігітті Алматыдан таппаған анасы бірден Астанадағы әскери прокуратураға қоңырау шалып дабыл қағады. Болмағасын, жаңағы Астанаға қайта шықтық. Военный прокуратураға 10 рет звондадық. Ақырында сіздер мені шаршатып жібердіңіздер. Балаңыз Қапшағайда тұр екен деген кезде біз шок болдық. Түсінбей қалдым. Қапшағай емес, кеше ғана түнде үйде жүрген бала ғой, кеше ғана үйде жүрген бала деп. Сонымен Қапшағайға жаңа қолымызға қағазымызды алып алғанбыз, оқуға түсті деген. Бардық, бізді қабылдаған да жоқ, сөзімізді тыңдаған да жоқ, баламыздың шашын алып тастаған. Бірден сағат 5-те уже жаңағы солдаттармен қоршап алып Қарағандыға әкетіп бара жатырмыз деді. Біз мына зар илеп қалдық. Сонда оның 12 жыл оқыды ғой менің балам. Назарбаев мектебіне түскен ол. Оны 12 жыл оқыды ма? Одан кейін 1 жыл тағы да фундейшнда да оқыды. Сол еңбегі айда қалды баламның деп. Зар жылаған күйі қалдық. Енді университетке барсам Астанаға, олар айтады, біз грантты сақтамаймыз дейді. Мен сонысына қатты ашуландым. Мен алдында ойлап отырғам, гранты сақталса жарайды деп. Сөйтсем оның гранты сақталмайды екен. Сонысына мен қатты күйіп отырмын да, жылына 12 миллион мен қақтан тауып берем, айтыңызшы, мен қарапайым, жай ғана бір осы Қазақстан тұрғынымын да, мен ондай 12 миллионым жоқ менің. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған ананың бүгінде денсаулығы сыр беріп, сәт сайын жанары жасқа толып жүр. Ендігі арманы ұлымен қауышып, биыл Назарбаев университетінде білімін алса дейді. Уже ауру бола бастаған шығармыз деп түсінде бар. Давлениеміз күнде көтеріліп отыр. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, сіздің оқуға әрең дегенде түскен балаңыз ол қып-қызыл еңбек қой. Қуанып келеді, мен грантқа түстім, бірақ түсе алмай қапада қалып отырдық та, баламыз. Мен түсінемін, мен бір жай университеттер болса, бұл мықты, керемет деген университет ғой, баламның арманы ғой бұл негізі. Қалай мен арманына балам жеткізе алмай қалғам, бір қадам қалған кезде. Сосын қалай біздің жүрегіміз ауырмайды оған. Өзіңізге жас келіп тұр, неше күн болды уже? 2 аптадай болды уже қазір. Иә? Ол кез келген ата-ананың арманы емес, баласының арманы орындалып жатқаны, сондай керемет оқу орнына түсіп жатқанын көрудің өзі қандай керемет бақыт. Бізді сол бақыттан қазір жаңағы әскерге кетеміз деп айырып отыр да, баламның қаншама еңбегі бар емес пе бұл жерде. Мен түсінмеймін, осы жеріне мен қатты қарным ашады бар ғой, неге баланың еңбегін бағаламайды деп. Енді қандай әрекеттер жасап көрсеңіздер, қорғаныс министрлігі бар. Бәріне хабарластық. Ешқайсысынан ешқандай хабар бермейді. Университетіне дейін бардық, олар студент деп қабылдап отыр, бірақ мына жақ жібермей жатыр ғой. Әскер жағы жібермей жатыр. Ол жақ бізді тіпті қарамайды да, есігінен кіргізбейді да, сөйлемейді да, сөйлеспейді де бізбен. Өзімен хабарластыңыз ба? Не деп жатыр? Менде бәрі жақсы. Мен қашан шығам дейді ол бала. Мен алып кетесіздер ме? Мен өйткені оқығым келеді, мама, мен 13 жыл осының соңында жүрдім ғой дейді. Мен сөйтіп отырған балама қалай мен жаным ашымайды, айтыңызшы.
Қоғамда қызу талқыланған бұл тақырып заңгерлердің де жіті назарында екен. Әскерге күштеп алып кеткен жастарға құқықтық көмек көрсетіп жүрген Жандос Мақсатұлы Нұрсұлтан Табынбайдың алдағы тағдыры туралы былай дейді. Қазіргі таңда біз өзіміз қандай әрекет жасадық. То есть Министерство образования арқылы запрос жасап, баланың шынымен де студент ретінде подтверждать ететін құжатын алып отырық. Сосын растайтын құжатын алдық, и одан бөлек қазір ЕГОВқа официально студент ретінде зачислены. То есть ол шынымен де студент, отсрочкасы бар. Бірақ та қарама-қайшылық тұр енді бұл жерде, өйткені бала қазіргі таңда армияда жүр ғой. И в процессе, когда баланы көшеден ұстап алған кезде, оның үйіндегілері, то есть ата-анасы, әпкесі военкоматқа жүгінген, ол жаққа оның оқуға түскені жайлы құжаттарын берген, бірақ та военкомат қызметкерлерінің тарапынан ешқандай әрекет болмаған. То есть қазіргі студенттердің қорқынышы қандай, мектеп бітіріп жатқан оқушылардың қорқынышы қандай. Военкомат көшеден ұстайды, олардың беріп жатқан құжаттарына қарамайды, процессе медкомиссиядан, то есть алата бір күнде өткізіп тастайды, бір сутканың ішінде өткізіп тастайды да, бірден приказ шығарып армияға жіберіп тастайды. Ал бұл жерде айтып тұрмын ғой, қарама-қайшылық бар. Официально студент, бірақ та армияда жүр. Отсрочкасы бар, бірақ та армияда жүр. Енді қазіргі таңда әскери прокуратураға жүгініп отырық, әскери полицияға жүгініп отырық. Қазір әскерде жүр ғой, сол частьқа хат жаздық, о том, что баланы оқу жалғастыру мақсатында оны әскерден босатуын. Енді заң тұрғысына келетін болсақ, бала босатылу керек. Қазір таңда айтып отырмын, әскери прокуратураға жүгінеміз. Ол незаконный призыв деген статья бар, әкімшілік кодексте. Сол бойынша сот болуына барлық әрекеттер жасап отырық. Сот барысында барлығы белгілі болады, өйткені соңғы шешім соттан ғой. Мен оны айта алмаймын, бірақ та заңгер ретінде айтқым келетіні, бұл жерде нәтиже қандай болу керек? Баланы әскерге оқу бітіргеннен кейін шақыру керек. Баламен сөйлестік, баланың айтуы бойынша мен военкоматта болған кезде оларға университетке түскенім жайлы ентідан 136 балл алдым, оқу жалғастырам деп айтқан. 133, бірақ та оған проигнорировали деп айтайық енді. Оған ешқандай реакция бермеген, мән бермеген. Соңғы кездері мына жас жігіттерді колледждің алдынан, университеттің алдынан әскерге күштеп әкету жиі тіркелген. Бұл тақырыпқа қатысты ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек те пікір білдірген еді. Біз тарапымыздан реакция болды. Біріншіден енді нақты Назарбаев университетінің бір студенті военкомат тарапынан алып кетті әскерге. Заң бойынша негізінде бұл жерде заң сақталып келе жатыр. Бірақ біздің қабылдау, жоғары оқу орындарға қабылдау мерзімдерімен қорғаныс министрлігінің әскери призыв мерзімдері сәйкес келген жоқ. Неге десеңіз, Назарбаев университетінің нақты көрінісі, олар шешімді шілдеде, тамызда жариялайды, қабылданған студент болып қабылданған, студент статусын әлі ілінбей кетіп, алып кетуге құқылы негізі. Қорғаныс министрлігі. Сондықтан біз қазір бір ұсыныс жасадық, сол қорғаныс министрлігімен бірігіп, мерзімдерді сәйкестендіру үшін. Біріншіден Назарбаев университеті сол ертесі күні бұйрықты қабылдады біздің көмегімізбен, яғни қалған фаундейшннан өткен студенттері бұйрықтар шықты. Ал дәл осы Foundation бағдарламасы бойынша Назарбаев университетінде білім алып, тіпті грант тұтып алған Нұрсұлтан Табынбайдың тағдыры не болмақ? Жас жігітке тағайындалған мемлекеттік грант сақталама. Ел дауысы редакциясы аталған жоғары оқу орнының баспасөз қызметіне хабарласып, мән-жайды білді. Алғашында олар Нұрсұлтан Табынбай Назарбаев университетінің студенті емес деп жауап берді. Алайда кейін неге екені белгісіз өз айтқандарын өзгертіп, бізге бастапқы пікірді жариялауға тыйым салды. Сондықтан бұл жауапты көрсетпейміз. Ал төменде университеттің ресми жауабы. Foundation бағдарламасы түлектерінің алаңдаушылығын ескере отырып, НУ басшылығы жұмыс аптасы ішінде тез арада университет алдындағы бағдарламаны бітіріп, бакалавриатқа түсу емтихандарын сәтті тапсырған талапкерлерді оқуға қабылдау туралы шешім қабылдады. Осылайша, енді олар ресми түрде студент саналып, заң бойынша әскери борышын өтеуді кейінге қалдыра алады. Кейінге қалдыру жөніндегі түпкілікті шешімді уәкілетті орган қабылдайды. Яғни әскерге кеткен Нұрсұлтан Табынбайдың гранты сақталып, келесі жылы ешқандай емтихансыз бірінші курсқа қабылданады. Университеттің ресми өкілдері жас жігіттің биыл академ отпуск алғанын айтты. Енді Нұрсұлтанның анасының алаңдап уайымдауына негіз жоқ. Келесі жылы ұлы әскерден аман есен оралса болғаны уақыт көрсетеді.
Жасы 18-ден асқан жігіттерді еркінен тыс әскерге әкету сәт сайын үдеп барады. Келесі кейіпкеріміз Гүлзада Амантайқызы. Көп балалы жалғызбасты ананың айтуынша, сәуір айында кешқұрым жұмыстан шыққан 19-дағы ұлын күштеп әскери бөлімшеге алып кеткен. Анасына бір рет асығыс хабарласып, кейін телефон тұтқасын көтермей қойыпты. Санаулы сағаттан соң Алматыдағы әскери бөлімшелердің бірінен тауыпты. Жандәулет анасы мен ізінен ерген 3 інісіне қамқор, отбасының жалғыз асыраушысы еді. Оларға жалындым, шығарындаршы, мен асыраушымын, түсініп алайық. Бірінші қалай болатын жағдай, мен де білмеймін, бірінші тұңғышым. Олар ештеңкеге даже қарамайды да, ашпайды да есікті. Әшейін газельмен әкеп жатыр, газельмен алып кеткен, не служебный машина да емес. Олар күштеп қалай алып кетеді, қалай бізге кішкене хотя бы хабарын да бермейді. Бізде анамыз ғой, жүрегіміз ауырады. Сол жағын қарастырса жақсы болар еді. Ұлыңызды әскерге күштеп алып кеткенін қайдан білдіңіз? Ол маған әшейін тез звондады да, мама мен алып кетіп бара жатыр. Бірақ білмеймін қайқа деді, бітті. Содан кейін связь жоқ. Өшіріп тастаған телефонын. Қалай таптыңыздар оны? Бірнеше мекен жайға? Бірнеше мекен жайға бардым. Уже больницаға дейін хабарластым. Білмеймін ғой не деген. Достарына хабарластым. Сөйтіп достарының ата-анасына біреуіне хабарластым. Оныкінде екеуі бірге жұмыстан шыққанбыз, мама. Енді содан кейін сұрадым ғой. Жұмыстан шыққанбыз дейді. Сол бұрыштағы мына осындай тротуарда әшейін алып кетіп отыр ғой. Әшейін документтерін сұрады дейді, и сразу газельге тығып тастады дейді. Сіз көп балалы жалғызбасты анасыз? Мен жалғызбасты көп балалы анамын. Жандәулет? Мен тұңғышым. Үлкеніңіз? Иә. Студент емес пе? Студент болған бітірген, енді жұмыс істеп бізді бағып отыр. Ал қалған балаларым 18 кәмелет жасқа толмаған. Жалғыз асыраушы, иә? Жалғыз асыраушы, иә. Жандәулетті күштеп әкеткен әскерилердің әрекеті заңға қайшы болып шықты. Шырылдаған анаға заңгер Жандос Мақсатұлы дер кезінде жәрдемдесіп, 19 жастағы жігітті әскерден алып қалып, жанұясымен қайта қауыштырған. Енді Жандәулеттің мәселесі бойынша анасы бізге жүгінді. Енді заңгер керек. Ол жақта жалғыз асыраушы отбасын заң бойынша бекітілген, бірақ та баланы көшеден алып кетіп қалған, военкоматқа кіргізген, медкомиссия өткізген, бала өзі де айтқан, анасы да келген, керек құжаттарын да берген, бірақ та военкоматта мән бермеген оның бәрде. Әскерге жарамысың, армияға барасың деген. Енді заңгер ретінде бұл жаққа біз араласып отырып, оның отбасы жағдайын, жалпы жалғыз асыраушы жайлы керекті құжаттарын енді заңгердің тарапынан келгеннен, соответственно, ол жақта әскери қызмет қандай да госслужба болсын, олар мән береді оны. Өйткені біз әрі қарай оны шағымданамыз, керек болса соттасамыз. Бұл жерде оның заңды себептеріне қарамай әскерге әкетіп қалғысы келген, бірақ та анасы дер кезінде бізге жүгініп, баласын заңды себептермен алып қалдық. Енді осыны эфирді қаншама ата-ана көріп отыр ғой, баласы әскерден қайталмай жүрген, осындай жағдайға душар болған, қалай алып қалды деген қарапайым сұрақ туындауы мүмкін. Не істеу керек деген сияқты. Енді қараңыздар, мен бірінші былай айтайын, егер де бізде Қазақстанда заң жақсы жұмыс істеп, барлығы жақсы болса, заңгер деген мамандық тіпті болмайтын еді. Мысалы, әскери қызметкер ол өз заңды білмеуі мүмкін да, и соответственно ол ата-анаға болған құжаттарды беріп түсіндіріп отырса, олар жақта айтады, жоқ, бұл жарамды дейді болды. Бұл жерде бірінші әскери полицияға жүгіндік. Әскери полицияға жүгініп арыз жаздық. То, что мен осындай заңсыз әрекет болып отқан. Оқиға орнына әскери полиция келіп, ішке кіріп, бізбен сұхбаттасып, арызымызды қабылдап, Жандәулеттің өзін шақыртып, керек құжаттарды көргеннен кейін уже беседа болып, содан кейін жіберді. Қандай құжаттар көрсетілді енді ол? Отбасы жағдай бойынша, керекті құжаттар болады. То, что ол жалғыз ұл, әкесі, то есть мамасы мать одиночка, өзі форма 4 болады, жалғызбасты ана ретінде справкасын алып, барлық құжаттарын түгендеп, сол жерде өткіздік, содан кейін ғана жіберді. Жандәулет бұл жол әскерден алып қалынды. Енді бұл жағдай тағы да қайталануы мүмкін ғой, басқа бір жағдайға тағы да басқа бір жаңағы әскери адамдарға кездесіп қалуы мүмкін дейікші. Ендігі қадам қандай болады? Енді егер Жандәулетке қатысты болса, сол оқиға шыққаннан кейін біз әрмен қарай военкоматқа барып, керек құжаттарын өткізіп, ол комиссия шешімімен официально өз отсрочкасын алды. Ол екінші болашақта оған это не грозит, пока отсрочкасы бітпейінше. Как минимум 4 жыл ма сондай бар, өйткені кәмелет жасқа толмаған бала бар ғой, мать одиночка ретінде анасы асырап отыр, жалғызбасты ана. 4 жылға дейін Жандәулет ешкім мазаламау керек. Еговқа официально бәрін енгізіп қойдық. Таяқтың екі ұшы бар ғой. Ол баланы әскерге жіберіп, отын алдындағы борышын өтеп кесе дегенде ой болады, иә? Жоқ, оғанда мен қарсы емеспін. Бірақ қазір екінші балам кәмелет жасқа толып алса, жіберетін де едім. Өйткені қазір асыраушы сол ғана болып тұр. Мен қалған бәрі 18-ге толмаған садикке дейін балаларым бар. Өзіміз квартирада тұрамыз, маған қиын болып тұр қазір.
барам деп ол не қылып тұр, ол қашып та тұрған жоқ, үйтіп күштеп алып кетпесін. Хотя бы бізді ата-аналарға кішкене предупреждение деген бар ғой, бүйтіп ескерту сондай жасап, не қылса бізде жүрегіміз ауырады ғой, түн ішінде таң атқанша баламызды іздеу бізге де қиын ол. Енді үйге әскерге шақыру қағазы келді ме? Енді ұлыңыз 18-ден асқан екен, осындай военкоматқа, бөлімшеге. Үйге келген жоқ. Сообщение келу керек еді ғой, хотя бы балама деймін. Қазір заң деген бәріне қарастырылған ғой, электронный бар. 14-14-тен жаңа егов деп атамыз, не деп атамыз. Хотя балама сообщение келу керек еді ғой. Ондай баламнан да қайта-қайта сұрадым. Саған сообщение келді ме? Может, қарамаған, мама келген жоқ дейді. Хотя сондай ескерту болса да жақсы болар еді. Енді тұңғышыңыз жалғыз асыраушы, әскерге алып кетті, бір рет алып қалдыңыздар. Алып қалдық. Енді әскерге барам деп отыр ма? Неге жалпы әлде өзің мүлдем құлқы жоқ па? Жоқ, ол барам деп не отыр, ондай жоқ. Просто сол сәтте менде сондай жағдай болғаннан кейін. Әзірге дайын емессіздер? Әзірге дайын емес. Әскерге жүруге. Оның үстіне мен әскердің қазір жағдайларын көп естіп жатырмыз, Инстаграмнан көріп жатырмыз, қорқамыз шын айтқанда. Колледжді енді аяқтап, жоғары оқу орнына түсуді жоспарлап жүргенде әскери комиссариаттың құрығына түсіп, кейін құтылып шыққан жігіттердің тізімінде дәл осы Зафар Ергешев есімді алматылық тұрғын да бар. В конце мая, примерно вот 27-28 числах, я возвращался домой, тогда меня поймал военкомат, шел по улице, и забрали в армию, уже собирались забирать. Вот, несмотря на то, что у меня со зрением проблемы, у меня вообще диагноз разрыв сетчатки есть, да, то есть нужно было делать операцию, и плюс у меня минусовое зрение. Да, в итоге я уже по-нормальному прошел медкомиссию, и мне дали диагноз, что я не годен к армии. А сам не хочешь в армию? Как джигит? Честно, желания как такого нету, потому что, в принципе, у меня сейчас достаточно хорошее развитие в плане профессионального опыта, да, вот, и плюс очень много, новостей про армию, да, и негативный, да, негативный опыт, и тоже были рассказы друзей, кто ходил в армию, как-то вот это вот все негативный опыт, и как-то вот желания нету. Зафарды көшеден сабалып кеткен, военкоматқа кіргізген, медкомиссия өткізген. Дәл солай ол да енді медициналық құжаттарын өткізген ғой жерде. Бірақ та оған ешкім мән бермеген. Ата-ана болсын, призывник болсын, ол военкоматтың ішіне кіргеннен кейін ол жақта оны ешкім тыңдамайды, оған ешкім қарамайды, оларға аргументтері бар айтатын, сенгізіп жіберетін. Сол сияқты бұл жерде де Зафардың керекті құжаттарын көз бойынша обследование бұрын соңды өткен. Медициналық комиссия барысында дәл сол әскери полицияға жүгініп, дәл солай представлять еттік. Әскери полиция қабылдап, Зафарды шығарды, әрмен қарай военкоматта толыққанды медкомиссия өткізіп, комиссия шешімін шығардық. Яғни Зафар әскерге жарамсыз ба, денсаулығы бойынша? Денсаулығы бойынша әскерге жарамсыз, о да қазір көзі жарамайды. Военкоматтан шыққаннан кейін, соответственно, комиссия шешімімен әскерге заңды жарамсыз болып танылды. Біз дәл қазір тағы бір кейіпкерге келдік. Ол, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, Алматы қаласы Жетісу ауданының қорғаныс істер жөніндегі басқармасында медициналық комиссиядан өтіп жүр. Нәтижесі қалай болды? Жақынырақ танысамыз. Ел дауысы YouTube каналынамыз, журналистер. Біз анау әскерге шақырушылар ғой, воен қазір медкомиссия өтіп жүрген кейіпкеріміз келеді қазір осы жерде. Соған сұхбат жазамыз. Қазір өздері келеді заңгермен бірге. Диалог қойыңыздар. Сөйлесе беріңіздер. Что опять? Куда послали? Кардиологу. Кардиолог, у нас же все есть уже. Вот черепное давление, киста головы, все есть. Вот все анализы есть. Вот опять послать кардиологу. Ну не знаю, это уже 4 месяца уже бегаем, каждый день справки. Каждые 4 месяца справки только таскаем. 4 месяца, да? Да, вот 4 месяца. Он в армию хочет, или вы? Но он больной, ему нельзя просто. У него вот даже освобождение, как это есть вот это. В приписном свидетельстве написано, что он не годен. Ұлыңыз, жалғыз ұлыңыз медкомиссия өтіп жатыр, иә? Қалай болды жалпы, жағдай қалай, денсаулығы қалай, неге армияға барғысы келмейді? В армию хочет идти, здоровье не позволяет. Физические нагрузки нельзя ему. У него черепное давление, киста в голове. Ауырады ма? Ауырады. Туғаннан ба әлде бір құлаған? Туғандан как родился, он так родился. Өзіңіз әскерде болдыңыз ғой? Да. Қай жылдар болдыңыз, қайда болдыңыз, неге жалпы қалай, әскер өмір қалай өтті? Нормально, 2 года. 82-84.
2 жыл әскерде болдыңыз, иә өзіңіз? Сардар, в армию не хочешь? Нет. Почему? Наверное, потому что в интернете там передают всякое. Информация? Да. То, что дедовщина там такое. Ты боишься, да? Ну, я даже в какой-то степени. Ал енді өзіңіз заңгер ретінде, әскерде болған адам ретінде айтыңызшы, бұл балада қандай денсаулық олқылықтар бар, әскерге бармау үшін? Негізінде бұл баланың өзі алдында соңғы рет өткенде эндокринолог дефицит массы тела беріп отыр. Енді дефицит массы тела, ол бізде расписание болезней да, ол диагноз бойынша либо отсрочка, либо освобождение беру керек. Енді бұл бала армияда өзі психологически да кішкене тұйықтау бала. Соответственно, армияда ертең ол қолына қару ұстайды, посттарда тұрады, жауапты былайша айтқан кезде қызмет атқарады, и бұндай денсаулықпен моральдық тұрғыда бұл бала қызмет атқара алады деп өздеріңіз де көрдіңіздер. Ондайға. Енді таяқтың 2 ұшы бар ғой, мүмкін әскерге барып мінез пайда болып, физикалық тұрғыда шыңдалып, нағыз жігіт болып келуі де мүмкін бе? Қараңыз, егер де бұл бала денсаулықпен жарап тұрса, онда жерге болады, сөзсіз барсын армияға. Но видите, бұл балада еще басында киста бар ғой, туылмалы, рожденный. И бұл барғаннан өзінің денсаулығына зиян қылмаса, енді расписание болезни бойынша бұл негоден болып тұрады. Өзіне зиян алып келмесе, енді басқа ештеңе айта алмайды. Но так или иначе жарамай тұрса, онда қалған абзал ғой. Заң бойынша Қазақстанда 18 бен 27 жас аралығында денсаулығы жарамды азаматтың барлығы әскерге баруға міндетті. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, жыл сайын көктем мен күзде жиыны 35 мыңдай адам әскерге шақырылады екен. Дәл осы тақырыпқа қатысты біз тұрғындар арасында арнайы сауалнама жүргізіп көрмекпіз. Жалпы сұрақ мынадай: әскерге күштеп әкетуге қатысты тұрғындардың пікірі қандай? Жалпы жас жігіттерді отан алдындағы борышын өтеуге жігерлендіру үшін не істеу керек? Сұрап көреміз. Әр азаматтың өзінің парызы ол әскерге бару. Отан алдындағы борышын өтеу дейді ғой. Жасым 22-де. Әскерге бардым. Плюстар біріншіден военный билетің болады, екіншіден отан алдында өзің борышыңды атқарасың. Үшіншіден уже военный билетпен любой жерге жұмысқа кіре бересің. Хоть госслужащий болсын. Сен өз еркіңмен бардың? Иә, өз еркіммен бардым. Ешкім күштеген жоқ, өз еркіммен бардым. Ол әскерге күштеп әкету дұрыс па, жалпы өзіңіздің ойыңыз ана ретінде? Әрине, ол дұрыс емес. Ол үшін күшті жағдай жасау керек. Әрбір жас елін қорғауға өз ниетімен бару керек. Өзінің тілегімен бару керек. Бұрындары қандай болды? Балдар деген соны бір мәртебе көретін армияға барып келгенді. Қазір қашады. Оның үстіне жаңағыдай зорлап алып кетіп жатады. Ол деген вообще шектен шыққандық және жабайылық. Ата-ана ретінде мен қарсымын, алаңдаймын. Ол үшін сол армия жүйесін дұрыстау керек. Армия жүйесінде кішкене сол өздерінің несінде қатал тәртіп болып, сол жастарға дұрыс жақсы жағына қарайласа, ол любой жастар өздері мотивация болады, және ол барады. Оның жағы универге түсіреміз, анау деген ол әйтеуір пәлсапа. Ол орындалмауы да мүмкін. Өйткені сол жастарды солай ынталандыру керек. Өзіміздің немізді күшейтуіміз керек. Бізді кім қорғайды ертең? Құдай сақтасын. Бәрі қашып жатса ма? Иә, барлығы қашып жатыр. Олар қашқанда олар армиядан қашып жатқан жоқ. Күнделікті бір өлім, айына 5-6 өлім. Соның бәрін қазір әлеуметтік желі деген бәле ол бәрін көрсетеді. Бұрын біз может көрмей кеткен шығармыз ондай ақпарат болмағанын. Қазір соның барлығын көріп отқаннан кейін барлық ата-аналар уайымдайды, қорқады. Әскердің плюсы еркек болады дағы. Ол жаңа 4 жылда бір адам қайтыс болады, ол ерундау. Көшеде қайтыс болып отқан жоқ болып уже. Әскердің плюсы көп. Конечно, плюсы көп. Сен жастарды? Мен ойлаймын 2 жыл, 3 жыл болу керек әскер. 1 жыл емес, жарты жыл емес. Какой-то там порнографию придумали, 2 ай курстар. Ал жастарға мотивация болу үшін қазір жастардың құлшынысын ояту үшін не істеу керек еді өзіңіз? Аға ретінде айтыңызшы. Әскерде болған адам ретінде қазір бәрі қашады. Менің өзім вообще бывший офицерім, военно-морской, советский офицер. Әскерде болу керек, во-первых, дисциплина. Екіншіден, ол қоғамда өмір сүріп үйренеді. Үшіншіден, жаңа көшеде туылып жатып, бәрі жабылмайды. Туылып жатып болса, бірге-бір шығады. Жаңа кеше көрдім, бір жерде қайда. Бүгін бе деймін, бәрі жабылып, біреуін соғады. Арбаттан көрдім кеше. Жас балдар бір-бірін. Сондай қояншық жасамайды, ана жақта дұрыстап таяқ жейді. Әскерге күштеп алып кетіп жатыр, военкоматтан көріп жүрген шығарсың. Жалпы өзіңнің ойың қалай? Жалпы әскер туралы, осылай алып кету туралы, тұрғын ретінде. Көбісі қашқаннан кейін солай да дұрыс шығар негізі.
Қашқаннан кейін осылай күштеп әкету керек деп ойлайсың, иә? Солай ойлап тұрмын өзім. Енді өзің әскерде болдың ба? Жоқ, болған жоқпын. Оқып жатыр енді. Жасың нешеде? 21-де. Жоспарда бар ма әскерге бару? Оқуды бітірсем барып қоятын тұрмын. Қашып тұрған жоқсың? Мен ойлаймын, о балалар өздері бару керек, әке-шешесі кішкентайынан үйрету керек. Әке-шеше бару керек, үйрену керек. Халқымызды жастар нетпегенде кім нетеді? Бәрі тәрбие үйден. Мен әскерге бармаған бала, жас бала. Ол келешегін болу керек, бару керек. Бару керек. Қазақстан армиясында қайғылы жағдайлар жиі тіркеліп, отан алдындағы міндетін өтеп жүрген жігіттер арасында өлім жітім, жарақаттану, мүгедек боп қалу жайлы ақпарат көп айтылады. Әскери прокуратураның дерегінше 2020-2023 жылдар аралығындағы статистикаға зер салсақ, Қазақстан әскерінде 270 адам көз жұмған. Ресми мәлімдемеде өлімнің негізгі себебі ретінде әскерилердің әлдебір ауруға шалдығуы, суицид, қауіпсіздік ережелерін сақтамау, яғни жазатайым жағдайлар деп көрсетілген. Соңғы мына 3-4 айда әскерге күштеп әкету жиілеп кетті. Бұл тақырыпқа қатысты жауапты министрлік, яғни қорғаныс министрлігі не дейді екен? Қазақстанда азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру жыл сайын заңнамаға сәйкес жүргізіледі. Алайда шақыру науқаны барысында кейбір азаматтардың әскери қызметтен жалтаруы немесе заң бойынша келу талабын уақытылы орындамау сияқты қиындықтар туындайды. Бұл көбіне азаматтардың тіркеуде тұрған мекенжайда тұрмауы немесе жаңа мекенжайға тіркелмеуімен байланысты. Егер шақыру қағазын азаматқа жеке табыстау мүмкін болмаса, оны жеткізуді ішкі істер органдары жүзеге асырады. Рейдтер кезінде кейбір азаматтар полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбай қарсылық көрсетеді. Бұл олардың мәжбүрлі түрде жеткізілуіне себеп болады. Шақыру пункттерінде азаматтардың мерзімді әскери қызметке шақырылу негіздері бар жоғы анықталады. Егер негіздер болмаса, азамат үйіне қайтарылады. Ал негіз болған жағдайда медициналық тексеруден өтіп, әрі қарайғы шақыру шараларынан өтеді. Мерзімді әскери қызметтен жалтарғаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілігі қарастырылғанын еске саламыз. Осыған байланысты азаматтарды қолданыстағы заң талаптарын сақтауға және жалған ақпарат таратудан бас тартуға шақырамыз. Міне, құрметті көрермен, өздеріңіз көргендей, әскерге еркінен тыс кеткендердің хикаясы осындай. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүгінгі жастар неге отан алдындағы борышын өтеуге құлқы жоқ? Ал жігіттердің әскери өмірге деген құлшынысын арттыру үшін қайтпек керек? Жастарды қалай жігерлендіреміз? Егер біздің армияға дұрыс көңіл бөлініп, жағдай жасалса, шенеуніктер жиі айтқандай, онда жігіттердің отан алдындағы борышын өтеуге құлшынысы артар еді. Бірақ бүгінде біз әлеуметтік желідегі ақпарат ағынынан мүлдем басқаша картина көріп жүрміз. Ашығын айтқанда, әскердегі әлімжеттік, зорлық-зомбылық және өлім жітім. Сондықтан болар, ата-аналар мен әскер жасына жеткен жігіттер армияға барып мүгедек боп немесе өлім құшқанша жоғары оқу орнында білім алғанды құп көреді. Ал егер жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін жастарды жігерлендіріп, олардың әскерден аман-есен қайтуына және университетте сапалы білім алуына кепілдік берген жөн. Солай емес пе? Дәл осы тақырыпқа қатысты пікір жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ел дауысы, елдің үні. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.